жият қойдым. Аш бөрідей түнімен жортып, тама ойға келедім. Одан кейін таңғы тіршіліктен мүлдем бейхабар, жазады да жатады, жазады да жатады. Қазақ мектебі болғанымен барлығы да орысша сөйлейді. Бір нәрсе дейін десең, шыбық мінез шырт етеді. Өңді кейлердің баласы. Ай, құдайым ай десеңші. Кім екен ол? Мұқаш қой дейді. Лашын! Лашын-ау! Ау, келе қой, кіре қой. Апырай, мынау біздің Лашын ғой. Шынымен бір асыл ғой. Орыстың шал кемпірінің 2 бөлмелі жалға алған үйі. Тағы да жалдамалы пәтерме? Шаршадым. Мектептен алыс шығар. Бұрын қаланың шығысында тұрсақ, батысында тұрсақ, қазір шығысынан бірақ шықтық. Бірақ Нарынқолға жақын. Ай, сен де қалада тұратындай сөйлейсің ғой, тегі бір. Ай, Мұқаш-ау, мынаны саған аназығы тағып қой дедім. Қараш, киіп көрші. Бәрекелді. Біздің бәйбішенің саусағы бал ғой, бал тамып тұр саусағынан. Ай, рахмет. Тура болады-ау дейм осы. Ой, қандай. Рахмет. Өзің үнемі қасында жүретіндей, бір мәзбіп қуанып жүретін болдым-ау. Рахмет бәйбіше. Тамаша, әдемі жарасып тұрғанымыз ол бөлімге кей ғой. Мынау киімдеріміз көшіп жатсақ керек болады. Тағы қандай жаңалығың бар? Қараш, құйып қойғандай жарасып тұр. Енді әлгі Қатырады ол. Содан не болыпты? Жұмыстан шығарып жіберіп пе? Радио әнекеңсіз күн көре алмайды. Әнекең радиосыз да күн көре бермей ма? Ой, бұл содан не болыпты? Болды, жетер. Енді жаман жағалымды айтайын. Айта қой, оған да көндік. Әлгі кеше Сиязбековке келіп шықтым. Иә, не дейді? Не деуші еді? Өзінше қызметіңде орынды босат дейді антұрған. Сен не дедің? Қызметімнен кетсем, кетем әкеңің дедім. Ал ендеше, қатырыпсың. Мына жалдамалы пәтерде тұрғанымыз аздай. Не болды саған? Нең бар еді олай жауап беріп? Мен шындықты айттым ғой. Шындықты. Ай, шындығың бар болсын, Мұқаш-ау. Шындықтың түбі шыңырау ғой. Ай, сен де қаңғырып жүргеніміз мынау. Қойшы сен.